Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен духовкада жасалған сосиска мен пюрені дайындайтын боламыз. Бұл тез әрі дәмді дайындалатын ас. Бар болғаны бірнеше қарапайым ингредиент қажет. Бұл ас бар болғаны 20-25 минутта дайын болады. Ең алдымен біз картопты тазалап алып, оны бірнеше бөліктерге бөліп шығамыз. Тезірек пісуі үшін. Картоптарымызды үлкен ыдысқа, қазанға саламыз. Картоптың беті жабылғанша оған су құямыз. Газға ең үлкен отқа қойып қоямыз. Картопымыздың үстіне тұз қосып қайнатып аламыз. Картоптың суы қайнаса, отты кішкене орташаға қойып қоямыз. Дайын болған картоптың суын төгеміз. Пюре жасау үшін кішкене суын алып қалуға болады. Немесе оның үстіне сүт құйсаңыздар болады. Енді біз табамызға пергамент қағазын төсеп, дайын сосискаларымызды қойып шығамыз. Үстіне кішкене май жағамыз. Сосискаларды духовкада 200-220 градуста қызарғанша пісіреміз. Дайын болған сосисканы бөліктерге бөліп шығуға болады. Енді біз пюренің жанына сосискаларды қойып, ыстықтай дастарханға ұсынамыз. Бұл тағамның ерекшелігі ешқандай артық шығын да, көп уақытта кетпейді. Дәмі қарапайым болса да, өте тойымды әрі балалық шақтың естеріндей жылы әсер қалдырады. Күнделікті ас мәзірінде де, тез дайын ас қажет болған сәтте де мінсіз таңдау болады.
барлығыңызға осы асты жасап көруге кеңес беремін